Сәлем қыздар, бүгін сіздермен футболканың лекаласын сызып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар калька қағаз, дәл осылай 2 бүктеп аласыз. Қағаз керек, сызғыш керек және қалам керек. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен өлшем алудан бастаймыз. Бізге керекті өлшем полуобхват груди керек болады. Ол үшін көкірек айналымын айналдырып өлшеп алғаннан кейін 2-ге бөліп СГ тең менде 28 шықты. Енді сіз өз өлшеміңізді жазатын боласыз. Кейін келесі өлшем СБ, яғни полуобхват бедер керек болады. Бөксе айналымын өлшеп, оны 2-ге бөліп жазамыз. 31 сантиметрге тең болды менде. Келесі бізге керек ДТС, длина спины до талии. Яғни мойын біткен жерден белге дейін, талияға дейінгі аралықты өлшеп аламыз. Келесі ВПР, высота проймы сзади. Яғни мойын біткен жерден қолтыққа дейін, осы қолтыққа бір тік зат қыстыру арқылы өлшеміз. Келесі ШПЛ, ширина плеч, мойын біткен тұстан қол басталғанға дейінгі иықтың ұзындығын алатын боламыз. Содан кейін длина рукава ДР деп белгілейміз. Қажетті ұзындықты аласыз. Мен 13 сантиметр алдым. Келесі ширина рукава жеңнің қаншалықты кең болған қаласаңыз, соншалықты аласыз. Менде 12,2 24 сантиметр болды. Одан кейін келесі өлшем длина изделия, яғни 7-ші шейный позвоночниктен төмен қарай өлшейсіз. 45 сантиметрді мен алдым. Содан кейін полуобхват шеи, СШ, яғни обхват шеиді 2-ге бөліп жазғанда менде 13 сантиметр болды. Ал енді барлық өлшемдерді алып болдық. Дәл осылай үлкенге де балаға да сіздер де алу арқылы осылайша менімен бірге лекала сызып шықсаңыздар болады. Енді есептеулерге кірісейік. Ең алдымен бір түзудің бойынан А нүктесін белгілеп аламыз. А нүктесін белгілеп алдық. Енді А нүктесінен төмен қарай керекті мәндерді, керекті нүктелерді табатын боламыз. Ол үшін бірінші СШ бөлінген 6 деген формула арқылы, яғни 13-ті 6-ға бөліп 2,2 А1 нүктесін тауып аламыз. Яғни А нүктесінен төмен қарай 2,2 сантиметр түсіру арқылы А1 нүктесін табамыз. А1 нүктесін тауып белгілеп аламыз. Кейін екінші бізде А нүктесінен төмен қарай грудьті тауып алатын боламыз. АГ нүктесін табу, АГ-ны табу үшін ВПР-ді қосу прибавка деген формуланы қолданамыз. Прибавканы 2-ден 5-ке дейін қанша берсеңіздер де өздеріңіз берсеңіздер болады. Ол пройма қолтықтың астына дәл жабысып тұра ма, кішкене кеңдеу қаншалықты түсіп тұрады, соған жауап береді. Яғни мен ВПР-ді 14 болды, 2 сантиметр берем. Сонда АГ тең 14 қосу 2 тең 16 сантиметр. Үлкен адамдарға қатты бітіп жеңі түсіп тұрған, салақтап тұратын проймасы футболкалар үшін 5 сантиметр берсеңіздер болады. Енді оны өздеріңіз қарайсыздар. Енді Г нүктесін белгілеп алғаннан кейін төмен қарай 16 сантиметр сызып А нүктесінен осылай А түзуіне параллель Г түзуінде жүргізіп қоямыз осылай. Енді келесі бізге керекті формула. Енді бізде талияны табуымыз керек. Яғни белді А нүктесінен төмен қарай Т нүктесін табу үшін бізге А тең ДТС деген формула керек болады. ДТС деген бізде длина спины до талии. Біз оны өлшеп алған болатынбыз. 25 сантиметр болды менде. Яғни А нүктесінен төмен қарай 25 сантиметрді белгілеу арқылы Т, яғни талияны табамыз. Оны да осылайша түзумен қосып қоямыз. Т деп белгілейміз. Келесі енді бізге бөксені табу қажет болады. Т нүктесінен төмен қарай бөксені белгілейміз. Ол үшін ТБ тең ДТС көбейтілген 0,145 деген формуланы қолданамыз. 0,145 ол тұрақты сан. Үлкенге де балаға да дәл соны өзгертпестен көбейтетін боламыз. Яғни менде ВПР-ді ДТС яғни 25 болған, оны 0,145-ке көбейту арқылы 11,3-ге тең болды. Яғни Т нүктесінен төмен қарай 11,3 сантиметрді белгілеп, сызып, оны Б деп бедро, яғни бөксе деп Б деп белгілеп қоямыз.
дәл жаңағыдай параллель түзу жүргіземіз А түзуіне. Енді бізге керектісі енді длина изделияны табуымыз қажет. Ол үшін А1 нүктесінен төмен қарай длина изделияны белгілейтін боламыз. Длина изделия мен 45 сантиметр деп алдым. Балаға футболка тігейін деп жатқандықтан сіз енді өз өлшеміңізді қоясыз. Яғни А1 нүктесінен төмен қарай 45 сантиметрді мінекей өлшеп аламыз. Мін табылған нүктелердің барлығы белгіленіп тұр. Енді 45 сантиметрді А1-ден өлшейміз длина изделия. Оны да дәл жаңағыдай А түзуіне параллель Н деген, низ деген нүкте тауып түзу сызып қоямыз. Мінекей тауып алдық. Енді бізге Г нүктесінен оңға қарай Г1 нүктесін табуымыз қажет болады. Оны Г1 деп белгілейміз. Г1 тең полуобхват груди, яғни СГ бөлінген 2 қосу прибавка. Яғни прибавка 1-ден 6-ға дейін өзіңіз қалаған кеңдікте берсеңіз болады. Кеуде тұсынан қаншалықты кең болып тұрғанын қалайсыз, сондай кеңдікті бересіз. Мен 2 сантиметрді бердім. Яғни СГ менде 28-ге тең, оны 2-ге бөліп, 2-ні қосқан кезде менде 16 сантиметр шықты. Яғни Г нүктесінен оң жаққа қарай 16 сантиметрді белгілеп, Г1 деп Г1 нүктесін табамыз мінекей. 16 сантиметрді белгілеу арқылы. Одан кейін А нүктесінен оңға қарай А2 нүктесін табатын боламыз. Ол үшін А2 тең СШ, яғни полуобхват ши бөлінген 3 қосылған 1 деген формула арқылы тапсаңыздар болады. Бірден де көп берсеңіз болады, енді оны өзіңіз қарайсыз. А2 тең, мен 1 бердім. 13 бөлінген 3 қосылған 1, сонда жоқтап алғанда 5,3 шықты. Яғни 5,3-ті А нүктесінің бойынан оңға қарай тауып алып, А2 деп белгілейміз. Енді А1 мен А2-ні қосу арқылы мінекей бізде артқы мойын ойындысы пайда болды, міне көріп отырғандарыңыздай. Енді А нүктесінен төмен қарай А3 нүктесін табатын боламыз. Ол үшін А3 тең А2 қосылған 1 деген формуланы пайдаланамыз. А2-ні жаңа таптық, 5,3, 1-ді қосамыз 6,3. Адан төмен қарай 6,3 сантиметрге түсіріп, А3 нүктесін табамыз. Бұл біздің алдыңғы бойдың мойын ойындысы. Осымен қазір А2 мен қосып дайын болады. Мінекей артқы және алдыңғы бойдың мойын ойындысын сызып алдық. Енді біз А2 нүктесінен келесі оңға қарай 11 сантиметрді белгілеп, П нүктесін тауып алатын боламыз. А2 нүктесінен 11 сантиметрді оңға қарай белгілейміз. Оны П нүктесі деп, плечо деп, П деп белгілейміз. Одан П-дан төмен қарай 2,5 сантиметрді өлшеп, П1 нүктесін тауып аламыз. П нүктесінен 2,5 сантиметр төмен түсеміз. Яғни енді А2 мен П1 нүктелерін бір-бірімен қосамыз осылайша. Енді А2 П1 аралығынан, яғни қосқан түзудің аралығынан А2 П2-ні табатын боламыз. А2 П2 дегеніміз
ширина плечаға, яғни иықтың ұзындығына тең болады. Ол менде 9 сантиметр болды. Сіздерде үлкен адамдарға сызып жатсаңыздар, ол P1 нүктесінен де әрі асып кете беруі мүмкін. Ол дұрыс, қателікке жатпайды. Яғни әркімнің иығына қарай әртүрлі болады. Енді тауып алған ширина плечадан A2 P1-ге перпендикуляр болатын кішкене түзу шығарып аламыз да, оны жайлап отырып, пройма сызып G1-мен қосып шығамыз. Осылайша қолмен доғалдап әкеліп, әдемілеп сызып шығамыз. G1 нүктесімен. Мінекей сызып алдық. Енді бізге бөксені табу керек. СБ бізде полуобхват бедер 31-ге тең болған. 31-ді 2-ге бөлсең 15-те 5. Мен енді оны кішкене 0,5 см кеңдік бердім да, грудь нүктесімен, яғни G1-мен тең қылдырып 16 деп, низді барлығын 16 деп осылай тікпе-тік қосып жібердім. Яғни N1 барлығын 16 сантиметр деп алдым. Кеңітіп жіберсеңіздер де болады, мен осылай болғанын қаладым. Яғни төменнен 16 сантиметр белгіледім де, G1 нүктесімен қоса салдым. Мінекей осымен бізде алдыңғы және артқы бой дайын болды. Көріп отырғаныңыздай калька қағазын 2 қабаттап қою арқылы қазір енді артқы және алдыңғы бойдың мойын ойынтысына ойып алып тастаймын. Сонда менде бірден 2 сызбам да дайын болды. Мінекей алдыңғы бой және артқы бой міне бізде дайын. Енді осы шыққан сызбадан пройманы өлшеп аламыз. Пройма менде 14,5-ге тең болды. Екеу ғой енді пройма. Екі жағында 29 сантиметр, енді мен 14,5 жазып аламын. Біз жең сызайын деп жатырмыз. Ересек адамға да, балаға да дәл осы мен қолданып жатқан формулаларымның орнына өз мәндеріңіз қою арқылы шығарып алсаңыздар болады сіздерге де. Кеңдікке прибавканы қанша беретіндеріңізді енді өздеріңіз қарайсыздар. Енді ширина рукава менде 24-ге тең болған. Жазып қоямыз. Пройма 14,5, ширина рукава 24 және R1, R2 яғни R1, R2 нүктелерін табатын боламыз. Ол үшін тағы қағазымызды алып R1, R2-ні белгілейміз. R1, R2 дегеніміз ол ширина рукаваға тең, яғни 24 сантиметр. Жеңнің қаншалықты кең болып тұрғанын қалаймыз. Сол аралық, яғни белгілейміз 24 сантиметр. Менде ширина рукава 24 болды. Сіз енді басқа мән шығады, конечно. Сіз енді өз мәніңізді қойыз. R1, R2-ні белгілеп алдық, ол тең 24-ге. Енді келесі длина проймы азайтылған 0,7 деген формула арқылы радиусымызды қазір радиус жүргізетін боламыз. Соның ұзындығын тауып алатын боламыз мәнін. Яғни 14,5-тен азайтамыз 0,7-ні. Длина проймы 14,5 болған, одан 0,7-ні азайтамыз. Ол бізде 13,5
10-нан 8-ге тең болды. Яғни R1 және R2 нүктелерінен әр қайсысынан ұзындығы 13,10-нан 8-ге тең радиус жүргіземіз, яғни шеңберше сызамыз. Екі жаққа да мін R2-ден былай қарай сыздым. Екеуінің қиылысады ау деген жерлерін белгілеп алып отырмын. Яғни мен қарап отырсаңыздар, мін осы жерде қиылысатын сияқты. Мін мына жағынан да қарап жібереміз. Я, дәлме-дәл. Енді осы нүктеден екі жаққа қарай түзу жүргіземіз. Акат табылды, яғни бізде О әрпінен нүктемізді белгілеп аламыз. О деп белгілеп алдық. Енді бізде R1O тең R1O2 тең O R2-ге тең болады. R1O тең O R2-ге, яғни ол бізде 13,10-нан 8-ге тең болған. Енді O нүктесінен төмен қарай белгілеп аламыз. Длина рукава менде 13 см болған, соны белгілеп алдым. Енді жаңағы тапқан 13,10-нан 8-ді тура 2-ге бөлеміз. Ортасын табатын боламыз. R1O-ның және R2O-ның дәл ортасын табатын боламыз. 6,10-нан 9. Екі жағынан да ортасын тауып қойдық. Және оны тағы да 2-ге бөлеміз. 6,10-нан 9-ды 2-ге бөліп, яғни бір түзудің бойынан бір түзуді 4-ке бөліп тастаймыз ғой. 3,5 болды примерно алған кезде. Осылайша мін қаққа бөлу арқылы тауып алдық. Енді бірінші табылған нүктеден төмен қарай 1 см түсеміз. Перпендикуляр етіп қойып, екіншіден бірде 2,1 см жоғары қарай көтерсеңіздер болады. 1,25 деп. Келесі нүктеден 1,5 см жоғары көтереміз, перпендикуляр етіп, O R2-ге перпендикуляр етіп сызып аламыз. Ал соңғысынан 1 см төмен түсеміз керісінше. Енді осыны айналдырып, жең сызып шығамыз. Екінші табылған нүктеге тиіспейміз. Үшінші табылған нүктеден домаландырып әкеліп қосамыз да, O нүктесіне апарамыз. Осылайша мінекей әрбір нүктенің үстін бастыра отырып, акат сызып шығамыз. Және айта кететін жағдай, осы сызып болғаннан кейін акатты өлшеп, жаңа біз высота проймы өлшеп алдық қой. Длина проймыйды өлшеп алдық. Ол бізде былайша алғанда 14,5, толықтай алғанда 29 см болды. Сол длина проймы мен акаттың өлшемі бір-біріне тең болу керек. 1-2 мм ештең етпейді, бірақ 1-2 см болып кетпеу керек. Мінекей осылайша барлық сызбаларымыз сызып алдық. Жең дайын, алдыңғы артқы бой дайын. Енді келесі сабақта мен сіздермен футболкамызды тігетін боламын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше.